Құрметті Қазалы ауданы тұрғындары, біз Роза Оғланова атындағы аудандық мәдениет орталығы жанындағы номері 1 жылжымалы мәдени демалыс кешені ел тарихының бір белесі болған ауған соғысының ардагері Айдар Алиев ағамызбен сұхбаттасуға келіп тұрмыз. Аға, сұхбаттасуға келіскеніңізге көп рахмет. Аға, енді сұрағымызды бастасақ, жүріп өткен өміріңізден сыр шертсеңіз. Біріншіден сұхбатқа шақырғаныңызға үлкен рахмет. Ал енді бұл ауған соғысы деп айтып жатсыздар ғой. Біз біздің ата бабамыздың тәрбиесінде отанды қорғау, отан парызың екенін біз кішкентай бала кезімізден үйреткен. Мен мектепте оқып жүргенімде Қазалы қаласының тумасымын. 17-ші Ғани Мұратбек атындағы мектепте оқып жүргенімізде 79 жылы алғашқы соғыстың басы басталған уақыттарда біздерде арнайы алғашқы әскери пәннің мұғалімдері дайындық өткізді. Ертеңгі отан алдындағы борыштарыңды, міндеттеріңді атқару уақытында осының бәрі өздеріне керек болады. Ефрем неше ай бізді тәрбиеледі. Міне сол уақыттарда бәрімізді ер азамат болғаннан кейін, парызымыз болғаннан кейін, 2 жылдық әскери дайындықтан өткеннен кейін, білім алғаннан кейін, енді айтылған ауған соғысы деген соғысқа бармай қалу тіпті ер адамға лайықты емес деп ойлаймын. Мен мысалы жастардың бәрі бізде барамыз дегендей ұмтылыс болды. Бірақ енді қорғаныс бөлімінің өзінің шектеулі орындары бар, шектеулі жіберетін жерлері бар. Соның бірдесін бізге келді. Ауған соғысына 82 жылы аттандық. Термез қаласына түстік. Әдепкі біздің әскер қабылдаған жеріміз. Енді Ауғанстанға кіргенде көпірден өте бергенде бір оң қапталында үлкен тастың үстінде үлкен ақсақалды көрдік. Мен көрдім өзім. Жалғыз біз екеуміз барлық неміз ана БМП-2-ның үстіңгі люгі ашылып, люктің үстінде отырғанбыз қарап. Сонда ана кісі біздерге айтып, Ауғанстанды көтереді, бұл бір қолымен көтереді. Біздерге бірден айтады, бірақ біз түсінбейміз. Ана механик водителіміз Хорезмнің өзбегі болатын. Солын мен түсінемін, бұл кісі тәжікше айтып тұр деді. Сонда ана өтіп кеткеннен кейін сұрадық. Сонда ана кісі былай деп айтты да, енді аударып берген несі. Анау біздің отанымызды басып алған келіншектерді біздің отанымыздан қуып шығыңыздар, біз елімізге қайтайық, біз егінімізді егейік. Біздің не айтып жатыр, сол мағынасы сондай болып түсіндірді. Енді сол ары қарай жылжыған кезде асфальттың 2 қапталы, енді ана тауға еніп кетем дегенше адамдар үңгір қазған, шекарада бала шаға, босқындар, соның өзіне 4 миллионға жуық болды. Соның біз ана тауға кірем дегенше сондай бір көрініс болды. Аш жалаңаш жүрген, енді қыстап шыққан ғой, ана қыстап ненің астында үстіне шапел, не жағында шөп бірдеңе жапқан, кейбіреуі материал жапқан, ағаш жапқан, әркім өзінің әлі келгенше не алған. Кішкентай үңгір қазып, жер соған сонда өмір сүреді. Сонымен шекарадан арман қарай өткеннен кейін тауға енген кезде соғыстың басталғанын көрдік. Сонда кейіннен мен ойладым, сонда Өзбекстаннан 10 километр жерде жаңа экстремистік топтардың жиналып, сондай бір қарулы қақтығыс ұйымдастырып жүрген. Олардың басты мақсаты біздің кірген колоннаға шабуыл жасау, жасады шабуылды, бірақ енді беріліскен жоқпыз. Олар алдыңғы артқы ортаңғы колоннаны атқылайды да, сосын колоннаны тоқтатып, онда қару-жарақты, басқа қандай не бар, дәрі-дәрмектің бәрін өздерімен бірге алып кетеді. Сол мақсатта бірінші нелері сондай. Енді оны бізге арман қарай Кабулға дейін жеткізу керек болды. Кабул емес, біз Панчшерге жеттік. Баграмға кірдік. Баграм әр жердің өзінің жаңағыдай берілген тапсырмасы бар. Біз соларды сопровождение жасап жүрдік. Баграмға барған кезде соңғы техникасы нелері, бірақ әскерлердің бәрі самолетпен түсті. Біз техникасын бәрін жеткізіп бердік, қару-жарақ несін. Мен сол көп ұзамай операция болды. Арнайы бұл 1,5-2 жыл дайындықтан өткендер. Енді барлығы мамандандырылған жақсы.
біздерге тапсырма болды. Бұл паншер шатқалы болатын. Сол уақыттарда белгілі Ахмет Жақмасұт және оның маджахеттері біздерге, біз әскерлерге қарсы шабуыл жасау мақсатында ұйымдастырып дайындалып жатқан, солардың көзін жойып рухқа қысағын азат ету мақсатымыз. Сол операция басталды. 13 мыңға жуық әскер қатысты, үлкен техникаларға қатысты. Рухқа қысағын азат етіп шығардық. Бірақ дегенмен біздерге 7 июнь күні кері қайтуымыз керек. Біз әскери билетімізге жазып берді. Сіздер әскерден өтіп болдыңыздар, кейін қарай шығасыздар. Бірақ августтың 27-сіне дейін қоршауда тұрдық. Сол аумақтан шыға алмай, тікұшақта қона алмайды ол жерге. Басқа техникадар келе алмайды. Сол августтың 27-сінде бар. Бізге арнайы 10 шақты вертолет келді. Солармен тасымалдап 200-ге жуық солдат шықтық. Рахмет аға. Аға, бүгінгі заманда өмір сүріп жатқан жастарға не деп ақыл айтар едіңіз? Енді білесіз ба, өзі мектеп саласын оқып жүр. Мектеп бітіргеннен кейін екінші қадам осы әскерде болу. Біз өзіміздің басымызда өткен. Бұл әскер деген өмірі мен ащының тұшын айырасын әскерде жүріп. Бұл әскерде жүріп атаның мен бауырларының қадірін түсінесің. Өзің істеген қателігіңді білесің. Ал енді соған барып келіп, ертең өзің ұрпағыңды, өзің балаларыңды тәрбиелеуге, басқа да өзіңе қатысты отбасы құруға да бұл үлкен септігін тигізеді. Өйткені семья болу, бұл деген өте үлкен күрделі мәселе. Үйлене салып, ертең мен балалы боламын, бұл үлкен мемлекет семья болу. Бұл мемлекетте басшы да, қосшы да бір ауызбіршілік болу керек. Соның бәрі осы неден әскер қатардан өткен адамдар ғана түсінеді. Өйткені онда бәрі біреу үшін, біреу бәрі үшін деген ұғым бар. Көрдіңіз ба? Сол отанды қорғай жүріп, отбасын құруға да жеңілдігі болады. Отан алдында борышын өтеуге де жеңілдігі болады. Ол келіп кәсіпкерлік болып, басқа да салада жүріп, қай салада болмасын, ол әскерге барғаны сұралады. Тағы да бір сұрақ қойып өтсем аға. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен мемлекет атынан ауған соғысына ардагерлеріне беріліп жатқан жеңілдіктер туралы не айтар едіңіз? Жеңілдіктер бар. Мұны кеше ауған соғысынан келгеннен бері біз алып тұрмыз жеңілдікті. Ұлы Отан соғысымен сол уақыттарда теңбіз. Біз ешкім кемсітіп басқа деп не алған жоқ. Мен заңдылығын жақсы білемін. Өзім сол ауған соғыс ардагерлерінің төрағасы болғаннан кейін, олардың жаңағыдай тиісті жеңілдік алу үшін мемлекет қаржы бөледі арнайылап. Сонда енді тиісті орнына жұмсап дегенде сосын жеңілдіктері бар, курорты бар, басқасы бар. Мен ойлаймын, бір адамға жеткілікті деп ойлаймын. Адал адам дегенді қалай түсінесіз? Адал адам егер біз басқа дінде, басқа бір неде жүретін болсақ, онда оны түсіну қиын да болар. Енді адал деген адалдық ата-анаға, өзіңнің дініңе ұстанып жүрген пайғамбарымыздың сүннетімен жүреміз. Сол біздің Алла тағаланың берген Құран кітабы, бізге берілген тура жол. Сол тура жолдың жолдан тайдыратыны да бар. Енді ол көріңіз, біздің қазақтың салт дәстүріне енгізілген. Бұл күндегі үйлерге тәрбиеле, сол тәрбие кішкентайымыздан беріліп келе жатыр, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Ал енді соны бұзбай, сол ата-әке шешенің бабаларымыздың жүрген жолымен жүрген, мен сол адалдық деп ойлаймын. Соғыс күндердің бір күнін бейбіт өмірмен салыстырғандағы айырмашылығы қандай? Айырмашылығы тау мен жердей. Өйткені әрбір ысқырып түсіп жатқан снарядтар, атылып жатқан оқтар, ол жерде құлап жатқан адамдар, жарақат болып жатқандар, ол бір секундтың ішінде сондай бір өмірлік кадр жасауға болады. Бір кино жасауға болады деп болады. Ол қиын жағдай. Сосын ажал қай жерден келеді деген деймін. Ол да не? Көрдіңіз ба?
аға уақыт бөліп бізбен сұхбаттасуға келіскеніңізге көп рахмет. Аман болыңыз, денсаулыққа бай болыңыз. Алла өміріңізді ұзақ қылсын. Әумин. Көп рахмет. Сау саламатта болыңыз аға. Рахмет.